Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге сенімділік өнері жөнінде айтқым келеді. Әр адамның ең басты бойындағы қажет қасиеттерінің бірі ол сенімділік деп айтар едім. Өйткені, егер біле білсеңіз, сенімсіздік адамға көптеген бір қиындықтар туғызады. Егер араларыңызда сенімсіздік бойында көп адамдар болса, мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Ендеше сенімділік дегеніміз не? Ол, құрметті оқырмандар, шешім қабылдауда әлсіз адам алдын ала күмәнданатын болса, мықты адам кейін күмәнданады. Ендеше сенімділікті арттыру үшін тек қана біз қалай сенімділікті арттырсам екен деп тек кітап оқып жатқанымыз жеткіліксіз. Сонымен қоса, ол сенімділікті дамыту үшін адам әрекеттеніп, өзінің жеке басындағы, жеке тұлғасындағы қорқыныштарын жеңе білу керек. Негізінде қарым-қатынастың бірнеше түрлері болады. Көбісі ойлайды, сенімділік ол адамға қатал түрде жауап беру, агрессивті түрде, ешкімге есені жібермей, өзінің ойындағысын жасау, өзінің айтқанын істету. Вот сол нағыз сенімділік деп біледі. Негізінде ол олай емес. Агрессивті қарым-қатынас ол сіз сол кезде сол адаммен қандай да бір нәтижеге жетуіңіз мүмкін, бірақ алдағы уақытта қайтадан сол агрессивті адамға көрсеткен әрекетіңіз ол адамды сізден алшақтатып жіберу әбден мүмкін. Сондықтан агрессивтілік қарым-қатынас ол өзгенің емес, өзінің пайдасына, өзінің мүддесін шешуге арналған қарым-қатынас. Ал ол ассертивті қарым-қатынасқа жатпайтынын сіздерге айтып өткім келеді. Өйткені ассертивті қарым-қатынасты жасай білетін адам ол көптеген табысқа, қарым-қатынастағы жақсы нәтижелерге, достарының, айналасындағы адамдарының көп болуына алып келеді. Сондықтан, егер сіз агрессивті қарым-қатынасты, ол ассертивті қарым-қатынас деп білетін болсаңыз, үлкен қате, және агрессивті қарым-қатынас ол мүлдем дұрыс емес екендігін сіздерге айтып өткім келеді. Ендеше енді агрессивті қарым-қатынасқа тікелей қарама-қарсы қарым-қатынас ол пассивті, енжар қарым-қатынас. Бұл да өте үлкен бір қателік, өйткені көбі ойлайды. Мен үндемей қаламын. Өмірде егер жан-жағыңызға қазір ойлап қарасаңыз, мен үндемей қалдым, мен конфликттің болғанын қалаған жоқпын, соның айтқаны болсын дедім, ладно, ештеңе етпес дедім деп, көбінде өзінің мүддесін қорғауға қорқыныш танытып, көбінде үндемей қалып жатады. Мысалы, басшылық тарапынан сөз естіп жатса, үндемей тыңдап, кейін оны переживать етіп, жылап, сөйтіп жатады. Бірақ негізінде тікелей сол адамға қарым-қатынас жасауға қорқақтайды. Яғни пассивті қарым-қатынасты ұстанады және оны дұрыс деп есептейді. Біле білсеңіз, біздің қазақтың менталитетінде, отбасылы өмірде көбінде әйелдерден осындай пассивті қарым-қатынаста болғанын қалап жатады. Әйел адам үндемесе, әйел адам өзінің ойын айтпаса, өзге адамдардың ойынмен келісіп жүре берсе деген ниет білдіреді, және көбінде біздің менталитетте соны дұрыс деп есептейді. Ал психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, ол мүлдем дұрыс емес. Яғни пассивті үнемі өзгелерге жол беру, өзгелердің мүддесіне әрекет ету, өзгелердің мүддесін өзінікінен жоғары қою, ол пассивті қарым-қатынас, және ол ассертивті қарым-қатынасқа жатпайтынын айтқым келеді сіздерге. Ол, біле білсеңіз, пассивті қарым-қатынас, агрессивті қарым-қатынас, ол екеуі де дұрыс емес, ассертивтілікке жатпайды. Құрметті оқырмандар, құрметті тыңдаушылар. Сонымен қоса, пассивті, агрессивті қарым-қатынас болады. Ол енді біздің өмірімізде етене жақын, қоян-қолтық
арамызда көбінде кездесе беретін қасиет. Ол қалай? Яғни екіжүзділік. Бетіңе күліп тұрып қарап, артыңнан бір жаман ғайбат сөздер айтып, өсек айтып, жамандау, тағысын тағы ол пассивті, агрессивті қарым-қатынасқа жатады екен. Ендеше көбінде ойлайды, мен олай бетіне айтпадым, намысына тимедім, бетін сыйластық танытып, жаңағыдай жақсы қарым-қатынас жасадым дейді, ал сыртынан қарайған дұрыс емес жаңағыдай әрекеттер жасайды. Ол негізінде өте бір жаман адамды екі позицияға қоятын қарым-қатынас. Яғни ол жерде шынайылық жоқ. Ол адамнан не күтетінін білмейміз. Артынан қандай әңгіме айтатынын білмейміз. Яғни шынайылықтың жоқтығы. Сонымен қоса ол қарым-қатынаста өзгелерге манипуляция жасайды. Немесе ренжіп қалады, ренжігеннен кейін одан біреу кешірім сұрайды, немесе не болды деп оған қарым-қатынас жасайды. Ол негізінде ол ренжігенде шынайы ренжіген емес, яғни адамдар маған қарасын, менің көңілімді сұрасын, немесе бір дәрежеге төмендеп, менен өзі келіп кешірім сұрасын, тағысын тағы. Ол пассивті, агрессивті қарым-қатынасқа жатады екен. Ол да ассертивті қарым-қатынас болып табылмайды. Ендеше сіздерде сұрақ туындағанын білем. Сонымен ассертивті қарым-қатынас деген не? Ол қандай нәрсе? Егер біз агрессивті қарым-қатынасты дұрыс демейтін болсақ, өзіміздің мүддемізді қорғасақ та біздікі дұрыс емес болса, мүддемізді қорғамай өзгелердің жағдайын жасап, өзгелерге жақсылық жасайық демек, өзгелердің жолын кесе өтпесек, сонымен қоса сыйластық танытып, бетіне күліп қарап, жақсы сөз сөйлеп, бірақ кейін жынданған кезде өзімізбен өзіміз, немесе жақын досыма ол туралы айтып жатқаным, ол да дұрыс емес болатын болса, ассертивтілік деген не деген сұраққа ендеше жауаптарыңызды қабыл алыңыздар. Яғни қарап өтсеңіздер, мына диаграммада агрессивтілік, пассивтілік қарым-қатынасының тең ортасында ассертивтілік қарым-қатынас болу керек екен. Яғни бұл дегеніміз адамның бойында қандай да бір жеткілікті деңгейде агрессивтілікте, пассивтілікте болу қажет екен. Яғни өзіміздің мүддемімізді, өзімізді қорғау жағдайында, мысалы сізге біреу шабуыл жасап тұрса, сіз үндемей тұрмайсыз ғой, сіз оған жауап қайтарасыз. Яғни сіз жеткілікті деңгейде өзіңіздің мүддеңізді қорғайсыз. Кейде болады, мысалы шамадан тыс агрессивті адам жағдай бір қатты айқайға салып жатады, немесе бір сондай бір физикалық тұрғыда бір күш қолдануға дейін дайын тұратын адамға сіз мен қалайда өзімдікін қорғаймын, агрессивтілік танытамын деп сіз оған қайта шабуыл жасасаңыз, ол не болуы мүмкін? Яғни бір қиын жағдай болуы мүмкін дегендей да. Сондықтан кей жағдайларда пассивті қарым-қатынасты да ұстанатын кез болады. Яғни диаграммамыз көбінде пассивтілік жаққа ауысып кетіп жатады. Сондықтан сезу деп айтамыз ғой, чувствительность. Адам осындай сезімтал болып, ассертивті болуды үйрену керек. Яғни ассертивті өзінің қалағанын айту. Үндемей қалу, мен оған шындықты айтпаймын, немесе менің ішімде не жатыр, не сезінемін, ол жөнінде ештеңе айтпаймын деген тоже болмайды. Сондықтан өзіңізге сенімділік танытып, сізге ұнамайтын дүниені адамға агрессивті түрде емес, пассивті түрде емес, ассертивті түрде сіз нені қалайсыз? Сізге қандай қарым-қатынас жасаған ұнайды? Немесе сізге қандай қарым-қатынас жасаған ұнамайды? Толыққанды адамға деген жек көру емес, шынайы тұрғыда оған жауап беру.
Сондықтан бұл жерде өзіңіздің қалауыңызды бастапқы орынға қойып отыру, яғни адамдармен қарым-қатынаста пассивті агрессивтілік қарым-қатынас емес, шынайылық болу қажет. Ендеше ассертивтілік дегеніміз не? Басқа адамға сіз нені қалайсыз, нені қаламайсыз, не ұнайды, не ұнамайды, барғыңыз келмеген жерге сіз сенімді түрде бас тарту, ұялғаннан жаңағыдай барып көмектесу емес, яғни сіз өзіңізге қазіргі таңда психоэмоционалдық жағдайыңыз нені қалап тұр, соны сенімді түрде жеткізуді ассертивтілік деп айтамыз. Ендеше қараңыздаршы, көп жағдайда менталитетке сай дейді, біз ассертивтілікті қолданбаймыз. Мысалы, туысқандарымыз, ағайындарымыз деге қонақ келеді, бізге көмектесуге келді, дастархан жаюға, анау пісіруге, мынау пісіруге. Ал біздің ол уақытта басқа бір шаруамыз бар, жеке басының шаруасы бар дегендей да, оны соның бәрін ешқандай бір алдағы орынға қоймай, біз сол адамның жаңағы талабын орындауға кетіп жатамыз. Неге біз сол кезде пассивті қарым-қатынасты жасаймыз? Неге біз ассертивті қарым-қатынас жасамасқа? Ол міндетті түрде күйеуіңізбен, қайнапаңызбен, енеңізбен ұрсу немесе олардың айтқанын бәрін жасап, пассивті түрде жүру емес, ассертивті болуыңызға сіздің толыққанды құқығыңыз бар екенін жеткізгім келеді. Ендеше ассертивтіліктің дамуына қандай кедергілер болады екен? Тыңдап қарап өтсеңіздер да, ол өз қалауымды білдіру эгоизмге жатады. Ойбай, мен қалай, мен өзімнің қалайтынымды айтамын, мен эгоист емеспін, мен адамдарға көмек беремін, мен ешкімге жоқ деп айтпаймын дегендей, біз нені қалайтынымызды айтуға қорқамыз. Өз қалауымды білдіруге қорқамын дейді ғой. Ол мен өз қалауымды айтып жатсам, ол эгоист деп есептейді, сондықтан мен айтпаймын дейді. Немесе барлығы өздері ойлап тауып алсын дейді. Басқа адамдар маған не керек екенін аңғару қажет. Яғни басқа адамдар, олардың ешқайсысы балгер емес, құмалақ шашпайды, карта ашпайды, олар сіздің не ойлап тұрғаныңызды қайдан біледі. Сіздің барғыңыз келмей тұрғанын, оны қаламай тұрғанын басқа адамдар қалай біледі, егер сіз оны айтпасаңыз. Адам барлығына өз сезімдерін айтқан дұрыс емес. Сіз не ойлайсыз, қазіргі таңда кімге ренжіп тұрсыз, неге көңіл күйіңіз болмай тұр, кімге өкпелеп тұрсыз, тағысын тағы, ол туралы сезімдер айтқан дұрыс емес деп есептейді. Не, ол барлығы менің ішімде болу керек, мен оны ешкімге айтпауым қажет деген, ол да сіздің ассертивтілігіңізді дамуына келтіретін үлкен бір кедергі болып табылады. Келесі кедергі, егер мен адамдардың өтініштерін орындамайтын болсам, олар мені құрметтемейтін болады. Құрметтемейді, тойысты, яғни мен адамдар көмек қолын сұрап жатса, өтініштерді жасап жатса, мен оны орындауым қажет. Мейлі мен ол кезде қолым тимей жатсын, істегім келмей жатсын, оған қарамай, өзге адамдардың өтініштерін үнемі орындап жүрмесем, мен ешкім дос болмайды, немесе мені құрметтемейді, мені бағаламайды, маған ренжіп қалады деген ойлар болады. Ал оқырмандар, сонда сізді кім ойлайды? Яғни сіз өзіңіздің бойыңызда ассертивтілікті дамытпасаңыз, басқа адам келіп сіздің орныңызға дамытпайды. Сондықтан негізінде ассертивті болған өте керемет, яғни өзге адамға агрессивтілік танытпай, өзге адамды құрметтей тұра, сіз өзіңізді де құрметтейсіз, өзіңізді де ойлайсыз, өзіңіздің мүддеңізді де жоғары қоясыз. Керемет емес пе? Керемет. Сондықтан егер сіз ассертивтілікті бойыңызда дамытсаңыз, оның жемістерін көп ұзамай байқайтын боласыз. Өзгелер сізді құрметтейтін болады, өзгелер сізді сыйлайтын болады. Яғни өзін өзі сыйлаған адамды өзгелер міндетті түрде сыйлайды.
келесі кедергі. Егер мен өз ойымды жеткізетін болсам, достарымнан айырылып қалам. Мен шындықты айтсам, сол сәтте не ойлап тұрмын, ол адам қандай қателік жасап тұр, немесе не нәрсені дұрыс жасамай тұр, немесе тағысын тағы, сол ойларымды айтсам, мен олардан айырылып қалам деген кедергі ой. Ол да ассертивтіліктің дамуына кедергі келтіреді. Мен басқа адамдарды өз проблемаммен мазаламауым қажет. Мен өзгелерге проблемамды айтпауым керек. Ешкім менің ішкі жан дүниемді білмеу керек, менің проблемамды айтпау керек. Ешкімге ол қызық емес, ешкімнің мазасын алғым келмейді деген ойда кедергі келтіреді. Неліктен сіз өзіңіздің қазіргі таңда не мазалап тұрғанын, сізде қандай проблема барын айтпасқа, неліктен оны білдірмеске деген ой келеді. Осы құрметті оқырмандар, ассертивтіліктің дамуына келтіретін негізгі кедергі ойлар осы. Сонымен қоса тек ол 6 кедергі ой емес, одан да артық ойлар болады. Сондықтан сізге деген тапсырма, бір бет қағазда алыңызды жазып көріңіз. Сіздің ассертивтілігіңіздің дамуына келтіретін сіздің бойыңызда қандай кедергі ойлар бар, соны тізіп жазып шығыңызда қалай жоюға болады. Өз-өзіңізге талдау жасап, анализ жасап көріңіздер. Ассертивтілік ол жоқ деп айтып үйрену. Көп ассертивтіліктің дамуына кедергі келтіретіні ол адамның жоқ деп айта алмауы. Жоқ, мен бара алмаймын. Жоқ, мен оған қосылмаймын. Жоқ, мен сенің ойыңа қосыла алмаймын. Менің қазір өзімнің шаруам бар. Мен қазір жасай алмаймын. Ренжімеңіз деп айта алмау үлкен бір мәселе. Сондықтан ассертивті болғыңыз келсе, ең бірінші жоқ деп айтып үйренуіңіз керек. Сонымен қоса өзгелерге ассертивтілік өзгелердің жақсы тұстарын байқап, сізге де біреулер жақсы тұстарыңызды байқап, комплимент айтып жатса, қабылдап үйрену. Көбінде тоже біздің менталитетке сай комплимент қабылдай алмаймыз. Қой, олай емес, тағысын тағыдым. Неге сізді біреу мақтап тұрса, сіздің жақсы тұстарыңызды айтып тұрса, неге қабылдамасқа? Сонымен қоса ассертивтілік өзгелермен жақсы қарым-қатынаста тұра алу, өзгелердің жақсы тұстарын көре алу, кемшіліктерін емес, артық тұстарын көре алу, артық тұстарының негізінде қарым-қатынас жасау, ол ассертивтіліктің бірден бір белгісі. Сонымен қоса, мына фотода көріп тұрғандарыңыздай, адам ағаштарды төтеп беріп тұр. Өзгелер тарапынан қысымға төтеп беру. Яғни өзіңіздің жеке шекараңызды айқындап, сізге өзгелердің талаптарын, өзгелердің қалауларын орындауда емес, ең бірінші өзіңіздің қалауыңызды орындау. Сонымен қоса көптеген конфликтілі жағдайға түсу, агрессивтілі қарым-қатынасқа түсуден аулақ болу. Және сонымен қоса пассивті, агрессивті қарым-қатынастан аулақ болу болып табылады, құрметті оқырмандар. Сонымен енді жақсы, сізде былай сұрақ туындап отырған шығар. Жақсы, мен түсіндім, мен оказывается агрессивті қарым-қатынас жасайды екенмін, немесе пассивті қарым-қатынас жасайды екенмін, немесе пассивті агрессивті қарым-қатынас жасайды екенмін. Ендеше ассертивтілікті қалай дамытамын, неден бастаймын деген сұрақтар болуы мүмкін. Міне алдарыңызға керемет 5 техниканы беріп отырмын, ассертивтілікті дамытуға арналған техникалар. Ең бірінші ол мен хабарлама. Яғни сіз өзгелерді емес, сен айттың, сен олай айтпа, сенің айтқаның керек емес, сен осылай жасадың емес, сен деген сөз ол агрессияны туындатады. Ал сіз мен деп бастасаңыз әңгімені, яғни сіз өзге адамды кінәлап тұрған жоқсыз. Сіз өзге адамға кінә артып тұрған жоқсыз. Сіз өзіңіз туралы айтып жатсыз. Мен сенің осылай жасағаныңа
өте ренжідім. Менің көңіл күйім болмады. Мен уәдеде тұрмағанды білгенім үшін, естігенім үшін, көргенім үшін мен ренжідім. Мен өкпелімін, мен ашулымын. Мен үй жиналмағанды көргенде ашуым келді. Менің ашуым келді. Сен үй жинамағандықтан ашуландырдың, сен ашуымды тудырдың емес, мен ашуландым, мен ренжідім. Яғни үлкен разница бар. Осы техниканы қолданып көрсеңіздер, яғни ол адамды кінәламай, кінәлі есептету болып табылады. Ол үлкен өнер. Яғни мен ренжідім, мен ренжулімін дегенде, ана адам сен деп айтқаннан көрі сол адам өзін көптеу кінәлі сезінеді. Яғни мен ренжітіп қойдым, менің кесірімнен ол адам ренжіп тұр дегендей көбінде. Ал сен дейтін болса, сопротивление, қарама қарсы, сен өзіңе қарап ал, сен неге олай айтасың дегендей осындай қарама қарсы реакциялар туындауы мүмкін. Шайнатылған пластинка деген бірнеше рет қайталап сұрау. Мен түсінген жоқпын, қайталап түсіндіріп жіберші. Қазір сен не айттың, қайталап түсіндіріп айтып жібересің бе? Мен солай айттым да, осылай жаман сөз айттым. Маған сол сөзді қайталап түсіндіріп жіберші. Оның астарында не жатыр? Ол сөзбен не жеткізгің келді? Мен түсінген жоқпын, қайталап түсіндіріп жібер. Яғни шайнатылған пластинка сияқты қайталап түсіндіруін сұрайсыз. Сыйластық негізінде бас тарту. Сіз адамды құрметтей отыра, оған агрессивті, агрессивті қарым-қатынас жасамай, жоқ деп айтып үйрену. Сыйластық негізінде бас тарту. Яғни сіз ол адамды сыйлай тұра, оның айтқан өтінішін, егер ол сіздің талабыңызға сай келмейтін өтініш болса, бұйрығы болса, сіз оны орындай алмайтыныңызды жеткізу. Ол деген енді, құрметті оқырмандар, мүлдем ешкімнің өтінішін орындамаңдар, ешкіммен ондай қарым-қатынас жасамаңдар демеймін, ондай емес. Яғни біздің жеке шекарамызға, менің комфортыма, біздің комфортымызға қарама қайшы келетін өтініштер, бұйрықтар, талаптар болған кезде, яғни мен өзімді ыңғайсыз сезінемін, өзімді психологиялық тұрғыда өте сондай қысым көремін, сондықтан мен қиналамын дейтін өтініштерді ғана жоқ деп айтып үйрену. Сондықтан бұл жерде ара жігін ашып алсаңыздар. Тұман техникасы, яғни мысалы кінәлап жатады, сен сондайсың, сен орындамадың, сен әрекетте жасадың, алдадың, или мен сені күттім, сен орындамадың деген мысалы өтініштер болады ғой да. Сіздің олай ойлауыңызға қақыңыз бар. Мысалы, мен сіздің өтінішіңізді орындаған жоқпын, үйге келіп көмектес дегенде көмектескен жоқпын, сондықтан сіздің мен туралы не ойласаңыз да, ол сіздің құқыңыз, бірақ мен өзімді осындай етіп көремін. Мен өзімді дұрыс әйел деп білемін, өзімді дұрыс деп есептеймін, мен жақсы анамын, жақсы келінмін, жақсы жармын деп есептеймін. Сондықтан сіздің ойыңыз, сіздің өтінішіңізді орындамағандағы ойыңыз, енді ол сіздің ойыңыз деп тұман техникасын қолдану. Анықтау сұрақтарын қою техникасы. То есть, жаңағыдай бір балағат сізге айтып жатса, шайнатылған пластинкаға ұқсап кетеді ғой. Шайнатылған пластинка, мысалы, қайталап бір сұрақты қоя берсе, анықтау сұрақтарында көбінде анықтау мақсатында ол қалай болғаны, неліктен олай айттың, неге олай айттың, сен сол кезде не ойладың, тағысын тағы деп айтылған әңгімеге сізге деген бір айып тағып жатса, сізге деген бір негативті пікірін білдіріп жатса, сіз анықтап сұрау арқылы өзіңіздің позицияңызды толыққанды ұстай аласыз. Ал енді, құрметті оқырмандар,
ассертивті болғыңыз келсе, ассертивтілік арқылы өзіңіздің бойыңызда сенімділікті дамытқыңыз келсе, осы техникаларды қолданып көрулеріңізге болады. Өзінің нәтижесін беретініне мен сенімдімін. Ендеше бәріңізге ассертивті болуыңызға тілектеспін. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыз.